Сәлеметсіздер ме? Айдын Ұлан 6-шы Ә сынып оқушысы Мұхтар Әуезовтың қилы заман әңгімесінен үзінді. Орыс тілін шалап ұғатын бір жауапкер, жартысын қазақша, жартысын орысша. Тақсыр, жер патшанский екенін білеміз. Біздің бағып жүрген малымыз да патшанский дей бергенде. Оттама, сөйлеме. Үшеуіне бір айдан абақты кесеміз. Қазір, деп отыра қалып қағазына қаламын сүйкектетіп жаза бастады. Қолдан жасаған ашулы пішін, тікеген суық мұртының арқасында шын түйілген ыза сияқтанып айдын беріп тұрды. Аршы үш момын қазақ баяғыдан пара алғысы келген орыс ұлығының елге қараған пішіні осылай болатын сезсе де, сыртқа шығарып еш нәрсе айта алмай, әдеппен ғана тілмашқа қарап көмек іздегендей болып еді. Мұның пішіні де кәпірстан суық болып, томсарып, сырт қарап тұрды. Олық ашумен протокол деп атап қойып жазып жатты. Қисынсыз зорлықтың оң теріске қарамай еріксіз көндіргісі келіп тұрған сезген арызшылар ішінен қатты наразылық қарсылығын ойлап көнгісі келмегенде еді. Әсіресе осы пішін өзгелерден көрі жасырақ қара сақалды қартбайдың түсінде айқын білінгендей болатын. Назарларыңызға рахмет.